Ассалаумағалейкумдер, қайырлы таң. Бүгін 17 июль 2026 жыл. Мына жердегі жол ғой енді, мына жерде 2013 жыл шешім шықты. 2014 жылы мына жерден жол түсу керек еді. Мына жердің бәрі уже қазір қалай болса солай здание салынып жатыр ғой. Мына жерде жол түсу керек. Кезінде мына тоқтың линиясы, мына жерде 5 тоқтың линиясы жоғалып кетті. Жоқ, жол жоқ. Ал маған осы жолдың үстінде күні кеше 16 күні шөтті бұғаттап тастады. Каспий голд ашылмайды қазір. Осы жолды айтқан үшін мен Каспий голдын бұғаттап тастады. 778.500 теңге штраф салған ғой. Мына жерде жол жоқ, бірақ жол жоқ. Бас жоспарды қайтарған жоқ. Бас жоспар қайтарылған жоқ. Мына жер бытшыт болып жатыр жол деген. Мына жерде асфальт болу керек. Мына сарытұрып әлі жатыр. 2014 жылы жерде қалай жол жатады? Жол түсу керек. Мына сарытұрып әлі жатыр. 14 жылы жол түседі. Соны айтқан үшін маған штраф салып отыр. Міне тоқтың бағанасы мына жақта бар. Міне мынаның қарама қарсысында тағы болу керек. Жоқ, алып тастады. Алып тастағанда оны осы басқұдықтың адамдары ғой, енді даладан келіп алмайды ғой. Кранмен келіп тоқтың бағанасын суырып алып кеткен. Жоқ, мына жерде бесеуі жоқ. Міне біреу, міне екеу, үшеу, төртеу. Ана ар жағында 5 мынандай тоқтың бағанасы мына жолдың екінші жағындағы жұлып алып тастаған. Алып ұрлап кеткен, короче. Солай ғой енді, ұрлап кеткен ғой, жоқ қой. Жоқ, мына осы 1-2 айлықта тұрған, мына бас жоспар бойынша ғой. Енді сол тоқтың бағанасы жоқ. Соны айттың деп, бас жоспарды айттың деп, менің шотымды бұғаттап тастап отыр ғой. Арестке қойып тастаған. Каспий голд ашылмайды. 778.500 теңге штраф салған. Мына басқұдықтың зам әкімі де. Оны бүкіл басқұдық біледі ғой. Менің үстімнен арыз жазып, сол бас жоспар, осы бас жоспардың үстінде 15 жылдан бері айтып жатырық қой. Сол 2023 жылы тағы ауыстырып жіберген ғой, басқаша қылып. Енді линияны алып тастап жатыр мына жерде. Линияны қопарып алып тастап жатыр. Түні, екіншісі түні. Ұзақ болса да түсейін енді. Ана тоқтың бағанасы көрініп тұр ма? Міне мынаған жалғану керек қой. Мына жерге жалғану керек. Ар жағы бар, бер жағы жоқ, короче. Осыны айттың деп, менің шотымды арестке қойып тастаған ғой, басқұдықтың зам әкімі.